21 маусым солтүстік жарты шардағы жазғы, ал оңтүстік жарты шардағы қысқы күн тоқырауы. Солтүстікте бұл жылдың ең ұзақ күні, өйткені күн аспанда барынша биік, әрі ең ұзақ жол жүреді. Жары уақыттың ұзақтығы мен күннің төбеге тігірек өрлеуі әсерінен планетамыздың жазғы жарты шарында жазда температура ыстықтау. Экватордан оңтүстікке қарай бәрі керісінше қысқы суық айлардағы жылдың ең қысқа күні. Маусымдағы жазғы күн тоқырауының тарихи маңызы да бар. Ол 2200 жыл бұрын көне гректерге планетамыздың өлшемін ғажап дәлдікпен есептеуге көмектесті. Эратосфен есімді ғалым бір-бірінен 800 километрдегі екі қалада орнатылған сырықтар көлеңкесінің айырмасын байқады. Тоқырау күні тал түсте бірінің көлеңкесі жоғалса, екіншісі әжептәуір көлеңке түсірді. Көлеңкелерді екі қаланың арақашықтығымен салғастыра отырып, Эратосфен жер шеңбері 40 000 километр деген дұрыс қорытындыға келді. Ол бірінші болып жер білігінің көлбеулігінде өлшеді. Түптеп келгенде, күн тоқырауы мен жыл мезгілдерінің өзіне осы көлбеулік жауапты.